Исатаев Артур, Миттердің тапсырмасы. Қазақ мемлекетінің орнауы бұл халықтың автономия үшін бұрыннан келе жатқан күресі. Бұл сапар ұзақ және күрделі болды. Біздің ата-бабаларымыз кездескен қиындықтар мен әртүрлі мәселелерге толы болды. Ол қақтығыстар мен тыныштық, сондай-ақ бірлік пен бөліну, және де тағы да басқа көптеген кезеңдерден қамтиды. Соған қарамастан, барлық қиындықтардан өтіп, қазақ халқы өзінің даралығын сақтап, өз ұлтын құра алды. Бұл саяхат ежелгі дәуірлерде Қазақстан жерінде сақ тайпалары қоныстанған кезден бастайды. Кейіннен орта ғасырларда бұл аймақтарда түркі қағанаты пайда болып, қазақ мәдениеті мен жалпы қазақ мемлекетінің тарихына үлкен айтарлықтай ықпал етті. Қағанаттар құлағаннан кейін Қазақстан аймағында билік үшін таласқан көптеген хандықтар мен көптеген тайпалар пайда болды. Ең біріншісі бұл сақтар. Сақтар әлеуметтік дамуы әскери демократияға негізделген. Олардың қауымдастығы үшке бөлінеді, яғни күрескерлер, мал ұстаушылар және жауынгерлер. Сақ мәдениеті олардың көшпелі өмір салты мен дүниетанымын бейнелейтін жануарлар стиліндегі өнер туындыларымен тарихта ерекшеленеді. Сақтар олар табиғи күштерді құрметтейді, ақырет өміріне сенді және күрделі жерлеу рәсімдерін өткізді. Екіншісі бұл үйсіндер қоғамы. Үйсіндер олар туралы айтып кетсем, олар егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысты. Олардың қауымдастығы иерархиялық жүйе негізінде құрылды. Оның жоғарғы билеушісі, яғни гуньмо болды, халықпен билеген адам. Үйсіндердің мәдениеті Қытай және Орта Азия мәдениеттерімен өте жақын байланыста болды, және сол себепті бұл аймақтағы елдер бір-біріне әсер етті. Олар өнер, қол өнер және саудаға қатысты. Үйсіндер олар табиғи күштер мен олардың ата-бабаларын сақтар сияқты құрметтейді. Келесі бұл қаңлылар. Қаңлылар олар жалпы өздері мықты одақ болды. Олардың қауымдастығын патша басқаратын, олар иерархиялық принцип негізінде өмір сүрді. Қаңлы мәдениеті әсерінен пайда болған қалалық мәдениет ол соғды және Орта Азиядағы көптеген мемлекеттер. Олар оған дейінгі сақ үйсін сияқты саудамен қызықты және де мал шаруашылығымен қол өнерімен айналысты. Қаңлылар оған дейінгі тайпалар сияқты ата-бабаларының рухын және табиғи күшті құрметтеп, оған сенді. Келесі түркі қағанаты. Оған дейін біз түркі қағанаты туралы көп айтқан болдық. Түркі қағанаты көптеген тайпаларды, яғни кезінде 552 жылы болмаған, олар көптеген тайпаларды бір билікке біріктірді және олардың билеушісі қаған болды. Олардың қоғамы әскери демократия бойынша өмір сүрді, яғни билеушісі қаған және кейін басқа да лауазымдар. Түркілердің мәдениеті соғды, Қытай және басқа да Орта Азиялық мемлекеттермен тығыз байланыста болды. Олар руналық жазуды жасады, яғни көптеген ескерткіштер табылды. Олар оған дейінгі тайпалар сияқты қол өнермен және жалпы өнермен айналысты. Және де сол кезге сай сияқты түркілер де ата-баба рухына және күрделі желеу мәдениетіне құрмет көрсетті және сенді. Келесі бұл Қыпшақ даласы, Қыпшақ хандығы. Қыпшақ хандығы олар Дешті Қыпшақ даласында үстемдік еткен көшпелі тайпа. Олардың қоғамы сол кездегідей әскери демократия бойынша ұйымдастырылды, яғни хандар мен көсемдер басқарды. Қыпшақтардың мәдениеті түркі, половец және де басқа шығыс еуропалық мәдениеттердің әсерінен дамыды және сол елдерге өзінің де байланысын, яғни әсерін тигізді. Оларда қолөнер, сауда
шаруашылығымен айналысты. Кейін бізде Алтын Орда. Алтын Орда қоғамы, Алтын Орда мемлекеті сол кезде өте үлкен, өте күшті мемлекет болды. Олар қоғамы бұған дейінгі мемлекеттер сияқты иерархиялық принципті ұстанды. Алтын Орданың мәдениеті моңғол, түркі және де басқа шығыс еуропалық тайпалардан дамыды. Олар да қолөнер, саудамен айналысты. Және де тағы айта кететін нәрсе, бұл Алтын Орданың ислам дінін ұстанғаны, және бұл ислам діні Алтын Орда халқына қатты әсер еткені. Бұл мемлекеттер мен тайпалар олар жалпы қазақ мемлекеттілігі мен мәдениеттің қалыптасуына өздерінің үлкен ықпалын, үлкен әсерін тигізді, және де қазақ мемлекетінің мемлекет ретінде дамуының бастауы осы Қазақстан территориясындағы тайпалар үшін бастау алады деп айтуға болады.